жобалары байқауының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясының қатысушысы, Ақтөбе облысы Шалқар ауданы номер 3 жалпы орта білім беретін тірек мектебінің 9 сынып оқушысы Хасенова Аяулым. Менің жобамның тақырыбы жас дизайнер ұлттық сәннің жарқын келбеті. Жобамның негізгі мақсаты жас дизайнерлердің ұлттық сән өнерін дамытудағы рөлін зерттеу және олардың еңбегін насихаттау. Сонымен қатар қазақтың дәстүрлі киімдерін заманауи сәнге үйлестіру үрдісін талдау арқылы ұлттық мәдениеттің жаңғыруына ықпал ету. Жобамның негізгі міндеттері жас дизайнердің қазақ сән өнеріндегі орны мен ықпалын анықтау, ұлттық киімдердің заманауи сәнге қалай бейімделіп жатқанын зерттеу, ұлттық нақыштағы сән үлгілерін жастар арасында дәріптеу. Жобамның өзектілігі қазіргі жаһандану дәуірінде ұлттық мәдениетті сақтау мен дамыту маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Қазақтың ұлттық киімдері халқымыздың бай мұрасы мен тарихының айнасы. Дегенмен заманауи сән әлемінде ұлттық нақыштағы киімдерді танымал ету әлі де өзекті мәселе болып қала береді. Жас дизайнерлер қазақ сән өнерінің болашағы. Олардың шығармашылығы арқылы ұлттық стильді қайта жаңғыртып, оны әлемдік деңгейге шығаруға болады. Осы тұрғыдан алғанда, жас дизайнерлердің еңбегін зерттеу, олардың ұлттық мәдениетке қосқан үлестерін насихаттау маңызды міндеттердің бірі. 2017 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен Қазақстанның 100 жаңа есімі құрылған болатын. 100 жаңа есім бұл Қазақстан үшін бұрын-соңды көп таныла бермеген тұлғалар. Олар танымалдыққа, мансап пен байлыққа ұмтылған жоқ. Олар өздерінің жан қалауын жасаған жандар. Жан қалауын жасай жүріп, үлкен белестерді бағындырды. Алдымен ең үлкен тосқауыл өздерінің жігерсіздігін жеңді. Көп армандады және нақты мақсат қойып, оны жүзеге асыру үшін көп ізденді. Нәтижелерінде бірі ғылымда, бірі медицинада, бірі өнер мен спортта үлкен жетістіктерге жетті. Бірақ олар жүріп өткен жол қандай еді? Маңдай тер, ұйқысыз түндер, қорқу мен қобалжу. Олар осы сезімдердің бәрінен өтіп шыңдалғандар. Олар бүгінгі күннің батырлары. Алдарыңызда 100 жаңа есім жобасының иегерлері: Малика Дүйсенбаева, дизайнер, іскер әйелдер кеңесінің мүшесі; Сырым Ертаев, кәсіпкер, экс-мәжіліс депутаты; Ақсерік Айтым, Қазақстан Республикасының ұлттық инженерлік академиясының академигі; Роза Әлімханова, медицина ғылымдарының докторы, профессор. Қазақтың ұлттық киімдері халқымыздың бай мәдени мұрасы, тарихи мен болмысының көрінісі. Дегенмен уақыт ағымына байланысты дәстүрлі киімдер күнделікті өмірде сирек кездеседі. Бүгінгі таңда ұлттық сән өнері қайта жаңғыртып, оны жаңа деңгейге көтеру өзекті мәселе. Бұл бағытта жас дизайнерлердің еңбегі ерекше рөл атқарады, маңызға ие. Олар дәстүр мен заманауи трендтерді үйлестіре отырып, ұлттық сәнге жаңа серпін беруде. Қазіргі таңда қазақы сәнді жаңа деңгейге көтеріп жүрген талантты жастардың бірі ұлттық стильді дәріптейтін дизайнерлер. Олар киімді үлгілерінде ою-өрнектерді, қазақтың символикалық белгілерін, табиғи маталарды қолдана отырып, ұлттық киімге жаңа леп әкелуде. Мұндай шығармашылық ізденістер қазақ мәдениетін тек ішкі нарықта ғана емес, шетелдік сәнқойлар арасында да танымал етуде. Осы қазақтың ұлттық киімдерін насихаттау жолында еңбек етіп жүрген жас дизайнерлеріміздің бірі Малика Дүйсенбаева. Дизайнерлердің 4-ші буынының өкілі. Оның отбасы бірнеше ұрпақтардан бері қолөнермен айналысады. Бұл яғни оның қолөнерге осы дизайнерлік жолға келуі тән емес оған. Малика Дүйсенбаева Ақтөбеден шыққан танымал дизайнер. Ұлттық киімдерді жаңғырту және насихаттау саласында елеулі еңбек етіп жүрген маман. Ол Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының мәдениет және спорт аталымы бойынша жеңімпаз атанған. Малика ханымның алғашқы мамандығы экономика саласында болған. Ол темір жол және мұнай салаларында бухгалтер болып жұмыс істеген. Алайда ұлттық өнерге деген сүйіспеншілігі оның дизайнерлік жолға алып келді. Ол ұлттық нақыштағы киімдерді тігіп, олардың әлемдік деңгейде таныстырып жүрген жан. Сонымен қатар Малика Дүйсенбаева Асыл Қазына брендінің негізін қалаған. Оның еңбегі Аруана республикалық үздік әйелдер байқауында жоғары бағаланған.
креативті индустрия саласындағы үздік жоба номинациясын жеңіп алған. Малика Дүйсенбаеваның ұлттық киімдерді жаңғыртудағы еңбегі қазақ мәдениетін әлемге танытуда зор үлес қосуда. Малика ханымның жетістіктеріне келетін болсақ, ол Асыл Қазына брендінің негізін қалаушы. Малика Дүйсенбаева Асыл Қазына брендін құрып, ұлттық нақыштағы киімдерді өндіру және насихаттау арқылы қазақ мәдениетін дәріптеуде. Оның киімдері ұлттық ою-өрнектермен безендіріліп, заманауи сән үлгілеріне сай келеді. Dress of the World халықаралық байқауының жеңісі. 2017 жылы Сербияның Белград қаласында Dress of the World халықаралық байқауында Малика Дүйсенбаеваның көйлегі бас жүлде жеңіп алды. Бұл оның еңбегінің халықаралық деңгейде мойындалуының айғағы болды. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының иегері жеңімпазы Малика Дүйсенбаева 2021 жылы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының мәдениет және спорт аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Бұл жоба тәуелсіздік жылдарында түрлі салаларда табысқа жеткен, ел дамуына үлес қосқан тұлғаларды таныстыру және насихаттауға бағытталған. Малика ханымның халықаралық деңгейдегі танымдылығы. Малика Дүйсенбаеваның ұлттық киімдері халықаралық сән көрсетілімдеріне ұсынылып, шетелдік сәнқойлар арасында да танымалдыққа ие болуда. Бұл оның қазақ мәдениетін әлемге танытудағы үлесін көрсетеді. Малика Дүйсенбаеваның ұлттық киімдерді жаңғыртудағы еңбегі қазақ мәдениетін әлемге танытуда зор үлес қосуда. Қорытындылай келе, жас дизайнерлердің ұлттық сән әлеміне қосқан үлесі ерекше маңызды. Олар дәстүр мен заманауи элементтерді үйлестіріп, ұлттық киімдерді жаңғырта отырып, қазақ мәдениетінің бай мұрасын әлемге танытуда рөл атқаруда. Малика Дүйсенбаева сияқты талантты дизайнерлер ұлттық киімдердің эстетикасын сақтап, заманауи сәнге жаңа серпін беруде. Оның шығармашылығы қазақ сәнінің болашағын айқындап, әлемдік аренада қазақ мәдениетін насихаттауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.